Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Сіздерге бүгін алдыңғы видеода уәде еткендей анемияны анықтайтын анализдер туралы және анемияның емдеу жолдары туралы айтып беретін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізде егерде қан тамырымызда эритроциттер ыдырайтын болса, эритроциттерде темір жетіспеушілік болатын болса, онда біздің эритроциттеріміз гемолизге ұшырап, яғни ыдырап жойылып отырады. Сүйек кемігінде темір жетіспеушілік болғандықтан эритроциттердің мөлшері әртүрлі болып келеді. Біреуі ай тәрізді, біреуі орақ тәрізді болып келеді. Оны біз пайкилоцитоз деп айтамыз, яғни олардың формалары әртүрлі болып келеді. Оттегі тасымалдауға қабілеті болмайды. Келесі біздің енді қандай анализдер тапсыру. Бірінші анализі жалпы қан анализі деп аталады. Бұл кезде біз жалпы қан анализінде гемоглобиннің мөлшерін қараймыз, көрсеткішін. Әйелдерде 120-дан төмен болса, еркектерде 130-дан төмен болатын болса, анемияның белгісін көреміз. Келесі MCV, яғни эритроциттердің мөлшеріне байланысты оларды біз микроцитарлы немесе макроцитарлы деп атаймыз. Бізде осы темір жетіспеушілікте микроцитарлы болып келеді. Яғни MCV-дің көлемі аз болып келеді. Келесі біздің анықтайтын анализіміз ол ферритин деп аталады. Ферритин ол ағзаға түскен темірді қор ретінде жинап, бауырда немесе бұлшықеттерді жинайды. Керек кезде оны қайтадан қанға шығарып отырады. Сол себепті біз ферритиннің мөлшерін анықтайтын боламыз. Ал біздің үшінші тапсыратын анализіміз ол трансферрин деп аталады. Трансферрин егерде осы қорға жиналған бұлшықеттерді немесе қандағы темірді біздің керекті жасушасына жеткізіп отыратын белок болып келеді. Біз келесі анықтайтын анализіміз трансферрин болып келеді. Трансферрин өзінде темірді қаншалықты жинайтынын біз белок темірді байланыстыру қабілеті деп аталатын тағы бір анализ болады. Соны тапсыру керек. Яғни осы 4 анализді қарап, біз анемия бар, жоқ екенін айтып бере аламыз. Және оның қандай түрі екенін анықтауға болады. Біздің келесі айтатынымыз ол емі. Бізде гемоглобиннің көрсеткішіне байланысты біз анемияның ауырлық дәрежесін анықтайтын боламыз. 90 мен 120-ның арасында болатын болса, жеңіл дәрежелі анемия, 70 пен 90-ның арасында орташа дәрежелі анемия, ал 70-тен төмен болатын болса, онда ауыр дәрежелі анемия деп аталады. Енді емі біздің ауырлық дәрежесіне байланысты болып келеді. Егерде 90 мен 120-ның арасында, яғни жеңіл дәрежелі болатын болса, онда біз темір препараттарын қолданып ішсек болады. Оны басында 2 аптадан кейін анализ тапсырып көресіз, жалпы қан анализін, гемоглобин көтерілді ме, көтерілмеді ме, соған қарап, егерде 2 аптадан кейін гемоглобиннің көрсеткіші көтерілетін болса, онда осы препарат сізге жүріп жатыр деген сөз. Егерде осы 2 аптада гемоглобиннің көрсеткіші жоғарламайтын болса, онда сіз бұл препаратты басқа препаратқа ауыстырып көру керексіз. Ал жоғарылаған болатын болса, онда 1 айдан кейін анализ тапсырып, тағы да көресіз. Гемоглобинді көтеру, оны курсы 2-3 ай ішу керексіз. Және де содан біткен соң 2-3 ай сайын анализ тапсырып, гемоглобиніңізді 1 жыл ішінде сіз бақылауда болу керексіз. 1 жыл сіз 3 ай сайын анализ тапсырып, егерде бәрі жақсы болса, темір препаратын тоқтатсаңыз болады. Ал орташа дәрежелі деп мен вунтровенно темір препараттарын енгізуді ұсынамын. Ал ауыр дәрежесінде уже бізде қан құю керек болады.
Жеңіл дәрежесіне келетін болсақ, жеңіл дәрежесінде бізде 2 валентті темір асқазанда тез сіңірілетіндіктен мен 2 валентті препараттарды ұсынамын: тардиферон, сорбифер дурелез. Бұл препараттарды апельсин суымен ішуді ұсынамын, себебі ол асқазан қышқылдығын арттырып, асқазанда темірдің сіңіруін жақсартады. Және де бұл айтқан ақпараттың бәрі жалпы мағлұмат. Сіз қандай жағдай болмасын, өзіңіздің жалпы дәрігеріңізге барып қаралу керексіз, және де сол кісінің нұсқаулығымен емделу керексіз. Егер видео ұнаған болатын болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментария жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.